Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте қытырлақ, өте дәмді болып шығатын, салмасы да ерекше мини чебурекилердің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 250 мл салқын суымызды құйып, оның үстінен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және де 30 мл сұйық майымызды қосып, кішкене араластырып жібереміз. Оның үстінен ұнымызды міндетті түрде електен өткізе отыра саламыз. Алдымен қасықпен осылай барлығы біріккенше жақсылап араластырып аламыз да, кейіннен қолдың көмегімен илей отыра жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Салмасын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып салып, шым-шым тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз да, табамызға май құйып, екі жағынан әдемілеп пісіріп аламыз. Және де осы видеодағыдай 2-ге 4-ге бөліп, сопақшалау етіп, әдемілеп майдалап турап шығамыз. Басқа ыдысымызға осы туралған жұмыртқамызды үстінен кинза, көк пияз және де менде замороженный укроп болды. Сіздер свежий укропты пайдалансаңыздар болады. Укроп және де дәміне қарай тұзбен кішкене бұрыш салып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Біздің қанған қамырымыз осылайша әдемі болып, жайылуға да оңай болады. Кішкене ұн сеуіп, қолмен жақсылап басып аламыз да, видеодағыдай бірінші оқтаумен 4 шетінен басып шығып, 5-шісінде ортасынан жүргізіп жібереміз. Қамырымызды жаю үшін оқтауға осылайша орап, ортасына қатты салмастан, шетін ғана, ақырын ғана баса отыра, қамырымызды жұқылау етіп жайып аламыз. Қамырымыздың үстіне кішкене ұн сеуіп жібереміз де, мантының қамырын кескендей етіп, дәл видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Қамырларымыздың 4 пішті болып шығуын қадағалаңыздар, сонда біздің түйілген мини чебурекилерімізді өте әдемі болады. Бір ас қасықтан салмасын салып шығамыз барлық қамырларымызға. Бір ыдысымызға кішкентай су құйып дайындап аламыз және де видеодағыдай салмасын бір шетіне салып, осылай бір ораймыз да, екі шетінен орап, дөңгелетіп жіберіп, ұшын кішкене сулап жібереміз де, сонда қамырымыз тез жабысып қалатын болады. Видеода дәл қайталап көрсетейін, осыған қарап жасай берсеңіздер өте оңай. Табамызға кішкене көбірек етіп май құйып, алдын ала жақсылап қыздырып аламыз да, біздің мини чебурекилерімізді салып, екі жағынан осылай қайта-қайта араластыра отыра қызарғанша пісіріп аламыз. Газымыздың асты қатты тұрмасын, кішкене орташалау етіп қойыңыздар, сонда іштерінің барлығы біздің чебурекилеріміздің толықтай пісіп шығатын болады. Осылай әдемі түске еніп қызарған кезде біздің қағаз салфеткаға алып аламыз. Сонда біздің мини чебурекилеріміздің майы кішкене сіңетін болады. Осылайша өте ыстықта жесеңіздер, барлығы бірден желініп кетеді, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы менің рецептімен жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.